Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Бүгін біз 6-шы лекция сабағын бастаймыз. Лекция сабағының тақырыбы 1985-1991 жылдардағы Қазақстандағы қайта құру саясаты деп аталады. Дәріс сабағының барысында біз 4 ірі сұрақтарды қарастырамыз. Ол сұрақтар презентацияда көрсетілген. 1982 жылы 10-шы қарашада Кеңес одағын ұзақ жылдар бойы басқарған Леонид Брежнев қайтыс болды. Оның орнына мұрагерлік дәстүрмен Андропов келді. Бірақ Андроповтың да билігі ұзаққа созылған жоқ. 2 жылға жетпей ол да қайтыс болды. 1984-85 жылдары Черненко басқарды. Ал 1985 жылы наурыз айында КОКП орталық комитетінің басшылығына сол заман тұрғысынан алғанда жас, жігерлі Михаил Сергеевич Горбачев келді. Горбачев 1985 жыл сәуір айында өзінің пленумында өзінің саяси бағытын қайта құру деп атады. Қайта құру қоғамның барлық саласына ендірілді. Осы кезде Қазақстанды Дінмұхамед Ахметұлы Қонаев басқарып тұрған болатын. Қонаевтың тұсында республиканың экономикасы, мәдениеті біршама өркендеді. Республикада ірі құрылыстар, мәдени сауықтыру кешендері пайдалануға беріліп жатты. Бірақ соған қарамастан осы 1980 жылдардың ортасында қоғамда экономикалық дағдарыстың белгілері қатты байқала бастады. КСРО басшылығының алдында КСРОны төніп келе жатқан экологиялық дағдарыстан және экономикалық дағдарыстан алып шығуға тырысты. 80 жылдардың басында КСРОда біршама әлеуметтік жағдай жақсарғандай болып еді. Оның себебі сол кезде мұнайдың бағасының сыртқы нарықтағы жоғары болуына байланысты болды. Яғни КСРО осы кезде миллиондаған тонна мұнайды сатуға шығарып, одан түскен қаржыны елдің экономикалық әлеуметтік бағдарламаларын жұмсаған болатын. Ал 80 жылдардың екінші жартысынан бастап мұнайдың бағасы күрт түсіп кетті. Бұл шын мәнінде Кеңес одағының үлкен экологиялық дағдарысқа жақындатып алып келді. КСРОның жоғарғы басшылығы бұның барлығын көріп, сезіп отырды. Горбачевтың ұсынысымен завод, фабрикалар, жаңадан станоктар, өндіріс құрал жабдықтарын сатып алуға тиіс еді. Бірақ экономикаға, халықтың әлеуетін дамытуға тауарлардың жетіспеушілігі байқалды. 1985 жылдан бастап Горбачев ақш-пен келісе отырып, стратегиялық қаруларды шектеу жөнінде шартқа қол қойды. Ядролық қаруды немесе ядролық бомбаларды сынауды мораторий жариялау жөнінде келісімдер болды. Оның үстіне 1979-1989 жылдар аралығында Кеңес одағы Ауғанстанға әскер енгізген болатын. Ауғанстандағы соғыс кеңес экономикасына, адам ресурсына орасан зор шығын келді. Жыл сайын Ауғанстандағы соғысқа 5 миллиард сом қаржы жұмсалып келді. 1988 жылдан бастап 1989 жылдың 15-ші ақпанына дейін Кеңес одағы Ауғанстаннан әскерін шығарды. 1986 жылы 16-шы желтоқсанда Мәскеуден келген КОКП орталық комитетінің хатшысы Разумовский 18 минуттық пленумда Қонаевты қызметінен босатып, Қонаевтың орнына атағы да, даңқы да белгісіз, бұған дейін Грузияда екінші хатшы болған Ульянов облыстық партия комитетінде жұмыс істеген Геннадий Колбин деген кісіні
Қазақстанның басшылығын алып келеді. Колбин Қонаевтың орнына Қазақстан Компартиясының бірінші хатшысы болып сайланады. Бұл Кеңес одағының кадр саясатында ұлттық мәселесіндегі ең өрескел қателіктерінің бірі еді. 1986 жылы 17 желтоқсанда сағат 7:30 мен 8:30 арасында сол кездегі Брежнев алаңына 200-300 шамасында жастар жиналады. Олар орталық комитеттен не себептен Қонаевтың қызметінен алынғандығы жөнінде сұрайды. 1986 жылдың 18 желтоқсанында алаңға жастар қайта жиналды. Осы кезде Алматыға Фрунзеден, Свердловскіден, Челябинскіден, тағы басқа ірі қалалардан арнайы милиция жасақтары жеткізілді. Ішкі істер министрлігінің жасақтары мен милиция жастарға қарсы сайпер күрегін, үйретілген иттерді және өрт сөндіргіш машинадан суық су шашу арқылы өте өрескел әдістер қолданады. Алаңдағы жастар қан жоса қылып ұрып жығылады. Мұхтар Шахановтың дерегі бойынша 168 адам осы алаңда қаза тапқан екен. Көпшілігі қазақтың студент қыздары. Бірақ кейін желтоқсан оқиғасын анықтау жөнінде комиссия құрылады. Желтоқсан шындығы барынша жасырылады. Себебі біз 4 адамды білеміз ресми ақталған, қаза тапқан. Ол Қайрат Рысқұлбеков, Ербол Сыпатаев, Ләззат Асанова, Сәбира Мұхамеджанова. Ал қалған желтоқсан оқиғасында қаза тапқан жастардың атын да санын да біз толық білмейміз. Яғни желтоқсан көтерілісі бұл жас демократиялық ой пікір мен зорлықшыл империялық көзқарастың арасындағы қайшылық деп айтуға болады. Желтоқсан оқиғасының зардабы өте ауыр болды. 1989 жылы Наурыздағы КСР халық депутаттарының бірінші сессиясында Мұхтар Шаханов осы желтоқсан оқиғасы жөнінде сөйлеп, қазақ жастарының ауыр моральдық қиын жағдайға ұшырағандығы жөнінде, желтоқсан оқиғасына қатысқандарға көмек көрсету жөнінде, ол желтоқсан оқиғасының себебін анықтау жөнінде комиссия құрып тапсырды. Кейін осы Мұхтар Шахановтың басшылығымен осы комиссия өз жұмысын бастап кетті. Бірақ комиссияның жұмысы соңына дейін жеткізілген жоқ. Оның да белгілі бір себептері болды. Осы желтоқсан оқиғасы барысында 99 адам сотталды. Оның екеуі ату жазасына кесілген болатын. Қайрат Рысқұлбековтың осы кезде жалынды сөзі, Қайрат Рысқұлбековтың жалынды көзқарасы бүкіл қазақ баласына әйгілі болды. Қайрат Рысқұлбеков былай деп айтқан болатын: мен алаңға тек қана қазақ қыздарын милиция шашынан сүйреп ұрып жатыр деген сөзді естіп, қазақ қыздарын құтқару үшін бардым деген сөзді сол кезде барлық жерге жайылған болатын. Алғашқыда Кеңес одағының жоғарғы соты Қайрат Рысқұлбековті өлім жазасына кесті. Бірақ сол кездегі халықаралық ұйымдар, Чехия, Польша, Түркия, Біріккен ұлттар ұйымы, тағы басқа органдар Горбачевқа хат жазып, Қайрат Рысқұлбековті өлім жазасына кеспеуді сұрайды. Халықаралық қысымнан қорыққан Горбачев Қайрат Рысқұлбековтың ату жазасын алып тастайды да асыл азаматты 20 жылға соттайды. Бірақ 1988 жылы 21 мамырда Семей түрмесінде белгісіз жағдайда Қайрат Рысқұлбеков қайтыс болады. Әрине, бұны істеген сол кездегі түрменің басшылығы екені белгілі. 80 жылдардың аяғында Қазақстанда демократиялық өзгерістер анық байқала бастады. Осы кезде Олжас Сүлейменов басқаратын Невада Семей қозғалысы өзінің жұмысын кең ауқымда өрістетті. Осы кезде қазақ халқы Невада Семей қозғалысына белсенді қатысты. 40 жыл бойы ядролық қару сынап келе жатқан Семей ядролық полигон жабылуды
талап етті. Кейін бұл өз нәтижесін берді. 1991 жылы 29 тамызда Қазақ КСР президенті Назарбаев Семей ядролық полигонын жабу жөнінде жарлыққа қол қойды. 1990 жылдары елде демократиялық өзгерістер әрі қарай өрістеді. 1989 жылы маусым айында Колбин орталыққа қайтып, өзінің Мәскеуіне қайтқан болатын. Колбиннің орнына сол кездегі ең беделді, ең жігерлі басшы Нұрсұлтан Назарбаев Қазақ КСР Компартиясының бірінші хатшысы болып сайланды. Осы кезде демократиялық өзгерістерге байланысты 1990 жылы 24 сәуірде республикада президент лауазымы енгізілді. 1990 жылдың басынан бастап бізде тәуелсіз ұйымдар жұмыс жасай бастады. 90 жылдары азат қозғалысының жұмысы ерекше көрінді. 1991 жылы 20 тамызда жаңа одақтық шартқа қол қою мәселесі айтылды. Ол жаңа одақтық шарт бойынша республикалардың егемендігі жаңа шарт бойынша республикалардың егемендігі жеке құқығының кеңеюі туралы айтылды. Бірақ сол кезде Мәскеуде бұрынғы ескі жүйені аңсайтын, Кеңес одағын ыдыратпаймыз деген күштер тамыз бүлігін бастап жіберді. 1991 жылы 19 тамызда таңертең сол кездегі Останкино башнясында мынадай хабар таратты. Онда Горбачев денсаулығына байланысты қызметінен шеттетілгендігі, Горбачевтың орнына вице-президент Янаев тағайындалғандығы жөнінде айтылды. Елде төтенше шаралар жөнінде комитеттің құрылғандығы айтылды. Ол төтенше комитетке сол кездегі вице-президент Янаев, КСРО қауіпсіздік кеңесінің төрағасы Крючков, ішкі істер министрі Пуго, қорғаныс министрі Язов, КСРО жоғары кеңесінің төрағасы Лукьянов, қорғаныс министрінің бірінші орынбасары Бакаланов кіргендігі жөнінде айтылады. Олар елде төтенше жағдай жөнінде режим енгізетіндігін, баспасөз бостандығына, митингіге рұқсат бермейтіндігі айтылады. Ол төтенше жағдай 6 айға созылады деді. Осы кезде төтенше жағдайлар жөнінде комитетті Қытай мен Ирақ қолдайды, бірақ демократиялық күштер төтенше жағдайлар жөнінде комитетті қолдамайды. Осы кезде де Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев өте салиқалы шешім қабылдап, төтенше жағдайлар жөнінде комитетті қолдамайды. Нәтижесінде демократиялық күштер жеңіске жетті. 1991 жылы 21 тамызда төтенше жағдайлар жөнінде комитетті бастаған қайраткерлер дейміз. 1991 жылы 21 тамызда төтенше жағдайлар жөніндегі комитет мүшелері тұтқындалды. Горбачев қайтадан өзінің қызметіне кірді. Тамыз бүлігінен кейін Кеңес одағы біртіндеп ыдырай бастады. Барлық республикалар өзінің одақпен келіспейтіндігін толық білдіре бастады. 1991 жылы 7 қыркүйекте Алматыда коммунистік партияның жиналысы өтіп, Қазақстан Компартиясы өз жұмысын тоқтатқандығын мәлімдеді. 1991 жылы 8 желтоқсанда Беловеж келісімінде Ресей президенті Борис Ельцин, Украина президенті Кравчук, Белоруссия президенті Шушкевич үшеуі бірігіп 1922 жылы құрылған Кеңес одағын тарату жөнінде келісімге қол қойды. 1991 жылы 21 желтоқсанда Назарбаевтың инициативасымен бұрынғы Кеңес одағының құрамына кірген 11 мемлекет басшысы Алматыға кездесіп, тәуелсіз мемлекеттер достастығының құрылғандығын мәлімдеді. Сөйтіп, әлемдегі ең ірі мемлекет Кеңес одағы ыдырай бастады.
1991 жылы 25 желтоқсанда Кеңес одағының президенті Горбачев қызметінен кетті. Сөйтіп, әлемдегі ең ірі мемлекет болған Кеңес одағы 90 жылдардың аяғында 1991 жылы экономикалық және саяси дағдарыстың және ішкі саяси тұрақсыздық нәтижесінде ыдырап, тарих сахнасынан кетті. Құрметті студенттер, осымен біздің лекция сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.